Сәлем достар, бір жұмыртқа қосылып, тез дайындалатын пирог дайындаймыз. Кез келген жеміс-жидек те қоссаңыз болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстінен қант себеміз. Жақсылап араластырамыз. Енді үстінен жылы сүт құямыз. Сұйық май құямыз. Ванильді ұнтақ немесе ванилин қоссаңыз болады. Енді ұнымызды қосамыз. Мен екіге бөліп қостым. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді үстінен қопсытқыш қосамыз. Осымен дайын болды. Енді формочкамызды алып, үстінен пергамент қағазын төсеп, формочкамызға құямыз. Пирогымызды осылайда пісіре берсе болады, бірақ мен осы жолы үстіне алма қостым. Кез келген жеміс-жидек қоссаңыз болады, немесе жеміс-жидексіз де пирогтың өзін де пісірсеңіз өте дәмді шығады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісті. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлі де талай жаңа рецепттермен бөлісемін.